Бүгінгі тақырып постгеморрагиялық анемия. Бұл дегеніміз қан жоғалтудан кейін туындайтын анемия түрі болып табылады. Ол өз кезегінде екіге жіктеледі: жедел және созылмалы. Жеке-жеке тоқталатын болсақ, жедел постгеморрагиялық анемия дегеніміз ірі тамырлар жарақаты салдарынан туындайтын қан жоғалтумен жүретін анемия түрі. Негізгі себептер жарақаттары: хирургиялық ота барысында қан жоғалтулар, жатырдан тыс жүктілік, ойық жаралардың перфорациясы және басқа да қан жоғалтумен жүретін патологиялар жатады. Негізгі кезеңдері: бірінші, гемодинамикалық қан жоғалтудың алғашқы минуттарынан бастап дамитын кезең. Көрінісі: тахикардия, қан тамырларының тарылуы, деполық қанның қан айналымға түсуі. Осылайша деполық қан жалпы қанның 10%-ға дейінгі шығынын толтырады. Егер қан жоғалту шығыны 10%-дан асса, симпатоадренергиялық жүйе келесі тамырлы рефлекторлы кезеңін іске қосады. Бұл кезде жүйелік вазоконстрикция жүзеге асады, яғни перифериялық тамырлардың тарылып, қан айналым орталықтанады. Осылайша эритрограмма айтарлықтай өзгеріске ұшырамайды. Эритроциттер, гемоглобиндер, түсі көрсеткіштер, гематокриттік көрсеткіштер қалыпты деңгейде болады. Демек, нормохромдық жағдай. Басқаша, осы екі кезеңді жасырын кезең деп атайды. Келесі кезең гидремиялық. Ол өзара ерте гидремиялық және кеш белоктық деп шектеледі. Ерте гидремиялық кезінде тінаралық сұйықтық қанға өтумен сипатталады. Ал кеш белоктық кезінде плазмалық белоктардың өндірілуі артады. Дефициттік жағдайлардың орнын макрофагтар және гепатоциттер толтырады. Көрінісі нормобласттық, нормохромдық, нормоциттік, бірақ гипорегенерациялық. Соңғы кезең сүйек кеміктік. Бұл кезеңнің негізгі түрткісі гипоксия жағдайы. Осылайша бүйрек безі эритропоетин синтезін арттырып, ал ол өз кезеңінде эритропоез процесін, яғни эритроциттердің өндірілуін арттырады. Дегенмен эритроциттер өндірілуі тездеткендіктен жетілмеген жас және гемоглобинмен қанықпаған эритроциттер саны артады. Жоғалған қанмен бірге көптеп темір иондары да жоғалады. Демек, гипохромдық. Сонымен қоса, норма не микроциттік, норма не гипорегенераторлық және нормобласттық жағдайлар туындайды. Созылмалы постгеморрагиялық анемия аздаған, бірақ жиі қайталанатын қан кетулер салдарынан туындайды. Негізгі себептер: ойық жаралар, дисменория, қатерлі ісік, геморрой және тағы да басқа. Жиі қайталанатын қан кетулер темір тапшылық жағдайына, яғни гипохромдық. Пойкилоцитоз эритроциттердің пішінінің өзгеруіне, анизоцитоз эритроциттердің мөлшерінің өзгеруіне, гиперрегенерациялық немесе аплазиялық жағдайлар туындайды.